Баршаларыңызға ассалаумалейкум. Бүгін екі подъездің алдын жинап тазалап алуды шештім. Бұл бірінші часть. Бүгін магазинге шықпақ болып далаға шығып қалсам, подъездің алды өте мусор болып кетіпті. Мусорларды көріп шыдай алмай жинауды шештім. Ең алдымен жерге су сеуіп шықтым. Сосын сыпырып мусорларды тазалап шықтым. Достар, мені қолдап кетіңіздер. Лайк басып, комментарий қалдырып, репост жасап дегендей. Достар, сіздер де осылай подъездерің шашылып жатса, тазалайтын бедіңіздер. Мысалға, мен шыдай алмай кетіп тазалап тастадым. Мына жақтан не таппадым десеңіздерші мені. Арақтың бутылкасы, одноразка, темекінің қалдықтары және бутылкалар әртүрлі. Мороженныйдың қабықтары, кәмпиттің қабығы, тиындарға дейін жатыр ғой. Неше түрлі мусорлар таптым ғой. Қыс бойы жиналған мусорлар ма, білмедім что-то. Негізі ойлаймын да, балаларды біз кішкентайынан жақсылап тәрбиелеуіміз керек сияқты. Сонда бұндай мусорлар жиналмайды деп ойлаймын. Үлкен болғанда да осылай тазалықты сақтап жүретін болады да сонда. Қазіргі үлкендер кішкентай балалардан бетер шашады ғой. Бұндай шашылып кеткен подъезді мен ешқашан көрмегем ғой. Мен әрқашан бір жерде жинамас бұрын Алла разылығы үшін деп ниет етемін. Тазалық сақтау қиын емес, тек үйрену керек. Қоқысты жерге тастамау, артынан жинап кету. Бұл болмашы нәрсе сияқты болып көрінеді, бірақ осы әрекеттер үлкен өзгеріс әкеледі. Бәрі өзімізден басталады. Мынау после, қараңыздар, тап таза болып қалды, иә. Екінші час күтіңіздер.